Индонезиялық құтқарушылар Жаңа Гвинеяның таулы ормандарында апатқа ұшыраған Trigana Air компаниясына тиесілі ұшақтың қалдықтарын іздеп жатыр. Әуе көлігі қонуы тиіс әуежайдан бірнеше шақырым жерден темір сынықтары мен түтін байқалған. Алайда ол жер географиялық жағынан қолайсыз жерде орналасқан. Құтқарушылардың айтуынша, операция орындалмаса, мәйіттер мен ұшақтың сынықтары орман арасында мәңгілікке қалуы мүмкін. Айта кетейік, өткен демалыста Жаяпурдан Оксибил қаласына бара жатқан ұшақ апатқа ұшырады. Екі қозғалтқышты әуе көлігімен көкке көтерілген соң жарты сағаттан кейін байланыс үзілген. Бортында 5 экипаж мүшесі және 49 жолаушы болды. Барлығы да индонезиялық азаматтар деп хабарланды. Апатқа ұшыраған борттың пайдаланылғанына 27 жыл болған. Ал Trigana Air әуе компаниясының өзі Евроодақтың қара тізімінде тұр. Оған техникалық қауіпсіздіктің арнайы талаптарға сай еместігіне байланысты Европаға ұшуға тыйым салынған. Тяньцзиндегі апат орнында қытайлық химиялық қорғау қызметінің әскерилері жұмыс істеп жатыр. Олардың мәліметінше, жарылған қоймаларда әлі де қатты токсинді зат цианид натрийінің 100 тоннасы бар. Апат орнындағы барлық су құбырлары мен кәріз жүйелері жабылды. Су тек тазарту бекетіне жеткізіліп жатыр. Аймақтағы химиялық зақымдану туралы мәліметтер әлі де нақты емес. Дереккөздердің бірі қойма маңындағы топырақта цианид мөлшері қауіпті деңгейдің 50%-ын құрайды деп хабарлаған еді. Ал биліктің мәлімдеуінше, улы зат жұқтыру ошақтары уақытында жойылып жатыр. Өткен жексенбіде жұмыс аумағында жаңа жарылыс болып, барлық операциялар уақытша тоқтатылды. Құтқарушылардың сөзінше, енді тірі жандар болуы мүмкін деген үміт мүлде жоқ. Соңғы мәліметтер бойынша құрбан болғандардың саны 112-ге жетті. Тағы 95 адам із-түссіз жоғалды. 700-ге жуығы зардап шеккен. Жоғалып кеткен өрт сөндірушілердің туыстары қалалық әкімшілік ғимаратының алдына жиналып, жақындары туралы және аумақтың химиялық зақымданғаны туралы шынайы ақпараттар талап етуде. Египетте 90-нан астам адам аномальды ыстықтың құрбаны болды. Көлеңкедегі температура 45 градусқа, ал күн астындағы температура 55 градусқа жетеді. Қайтыс болғандардың көпшілігі егде тартқан адамдар. 1000 жарымнан астам адам күн өтіп емханаға жеткізілді. Синоптиктердің сөзінше, ыстық апта соңына дейін сақталмақ. Елдің денсаулық сақтау министрлігі египеттіктерге мүмкіндігінше үйден шықпай, көбірек су ішуге кеңес береді.